мен бақытпын деген өлең жазған, бұл болашақта ән болып шығайын деп жатыр. Жақсы. Мен бақытпын, бағыңмын маңдайдағы, мен жақұтпын, әніңмін таңдайдағы. Мен бақытпын, бақытты ән саламын, сен бақытты тыңдайсың, таңдай қағып. Мұңды әннен достарым қосылайық, көңілді ән шырқайық, осылайық. Мен бақытпын, бақытты ән саламын, бақыттылар бәріміз қосылайық. Мен бақытпын, ұшып кеп басқа қонар, қыран емес таудағы тасқа қонар. Мен бақытпын, бақытты ән саламын, ал бақыттың әні де басқа болар. Мен бақытпын, бұлбұлдай сайрайтұғын, мен жақұтпын, жігерді қайрайтұғын. Мен бақытпын, бақытты өнерпазбын, өнер жолда табаны таймайтұғын. Мен бақытпын, кез болған жолдарыңда, көрермен бар, бақытты қолдар мұнда. Мен бақытпын, бақытты болу деген, ей достарым, сіздердің қолдарыңда. Қуаныштан күлейін, жылайын мен, жанарымды жаспенен шылайын мен. Мен бақытпын, бақытты болыңыз, сізді бақытты қылайын мен. Енді бұл жерде айтпадым ғой жаңа. Ән шыққанда, бұрын бір кісі ғана шығаратын болса, бір кісі айтатын болса, қазір бірнеше кісінің ортақ туындысы деп. Сондықтан ән шыққанда бақыт өзі қуанады, әнім шықты деп. Ақын қуанады, менің өлеңім айтып жатыр деп. Әнші, композитор қуанады, менің музыкам, менің әнім шығып жатыр деп. Бәсем, өлең жолдарынан кейін Бақыт ханым да көзіне еріксіз жас алып қалды, иә, байқадық, қуаныштың көз жасы деп білеміз. Жыламаңыз, бақытты сәттеріңіз әркез көп болсын.